Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірлі телекөрермен, эфирде Қазспорт қонағы бағдарламасы және біз бүгін табиғат аясына шығып отырмыз. Дәлірек айтқанда біз Алматы маңындағы орталық олимпиадалық даярлау кешеніне келдік. Себебі бұл күндері дзюдодан Қазақстан ұлттық құрама командасы әлем чемпионатының алдында оқу-жаттығу жиындарын өткізуде. Осыған орай жігіттердің жаттығуын бұзбас үшін арнайы осында келіп отырмыз. Ендеше бүгінгі бағдарламамыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Дзюдодан Қазақстан құрама командасының бас бапкері Айдын Смағұлов, сонымен қатар Қазақстан дзюдо федерациясының бас хатшысы Асхат Жеткеев және әлем чемпионы ұлттық құраманың белді мүшесі Елдос Сметов. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Енді Асхат мырза, сұрағымды бірінші сізден бастағым келіп отыр. Жалпы 1993 жылдан бері тәуелсіз Қазақстанның тарихында дзюдо құрама командасы 2 алтын, 4 күміс және 4 қола жүлде алып келген. Алғашқы жүлделердің бірін 2001 жылы өзіңіз алдыңыз Мюнхендегі әлем чемпионатында, ал 2015 жылдан бері Қазақстан құрама командасы осы әлем чемпионаттарының жүлдесіз қайтқан емес. Осы орайда биылғы жарыста не күтеміз? Жалпы дзюдо федерациясы жігіттерге қандай жоспар беріп отыр? Енді балдарымыз, қыздарымыз әлем чемпионаттарында, соңғы әлем чемпионаттарында медальсіз қайтпаған. Қыздар құрама командасы, ерлер құрама командасы 2015-тен жыл сайын әлем чемпионаттарында медальмен қайтып жатыр. Енді өзіміздің ойымызша одан кеп болмайды деп ойлаймыз. Енді балдардан алтынды күтіп отырмыз. Бұйырса балдарымыз жақсы. Әр салмақта мықты палуандарымыз бар. Әлем чемпионатында Қазақстан туын биіктен көрсетеді деп ойлаймыз. Енді гран-при, гран-слэм сол жарыстарды алатын болсақ, соған қарап нетіп анализ жасағанда балдарымыз 4-5 салмақты жақсы күресіп береді деп сондай сенімдеміз. Айдын мырза, енді жалпы дзюдода әлем чемпионатына әйелдерде және ерлерде 7 салмақтан спортшылар барады және әр мемлекет осы 7 салмақтың ішінде 9 спортшыдан алып баруға мүмкіндігі бар. Осы орайда қазір осы әлем чемпионатына қай салмақтарда 2 спортшыдан барады, айтып кетсеңіз? Бүгінгі күнде енді біз Токио қаласында Япония мемлекетінде өтетін әлем чемпионатына 9 спортшыны қосып отырмыз. Ол енді біздегі 60 кг салмақта өзіміздің бауырымыз Елдос Сметов және де Қырғызбаев Гусман деген бауырымыз бар. 66 кг-да 2 бала күреседі. Ол Сержанов Ерлан, былтырғы әлем чемпионатының күміс жүлдегері, және Жұмақанов Елдос Азия ойындарының қола жүлдегері. 70 кг-да бізде 1 бала күреседі. Ол Смағұлов Жансай. Және де 81 кг-да бізде 2 спортшы қатысады. Ол былтыр алдымызда өткен Азия ойындарының чемпионы Хамза Дидармен және де бір жас балуан Мұсаев Руслан деген. 90 кг-да бізде Бозбаев Ислам күреседі. 100 кг-да Серікбаев Айбек. 100-ден жоғары салмақта бізде балуандар күреспейді, өйткені жәнегі әр салмақта бір бала және 2 спортшы қойылу керек. Қажыбаев Ерасыл бізде командалық жарыста күреседі. Командалық жарыста бізде 70 кг-да Серік Ақылбек күреседі, 90 кг-да Ислам Бозбаев және 90-нан жоғары салмақта Қажыбаев Ерасыл күреседі. Енді осы орайда аса ауыр салмаққа назар аударсақ, кішкене енді кезінде Асхат ағамыз бар, Жеткеев, сонымен қатар Максим Раков бар. Сол ағаларымыз ұлттық құрамадан кеткеннен кейін бүгінгі таңда аса ауыр салмақта Қазақстан құрамасының намысын қорғайтын кімдер бар? Мысалға Айбек Серікбаев деген балуан бар. Оның мүмкіндігі қандай? Қазіргі күнде енді және өзіңіз айтып өткендей, алдыңғы өткен жылдарда үлкен додаларда үлкен жетістіктерге жетіп жүрген міне өзіміздің досымыз, бауырымыз Асхат Жеткеев Қазақстан елін паш еткен. Және Раков Максим, қазіргі күнде міне өсіп келе жатқан олардың арттарынан Серікбаев Айбек деген үлкен додаларда үлкен жетістіктерге жетеді деген ойдамыз. Жәнегі үлкен салмақта да бізде алдында болған Шынкеев Ержан, олардың жолын басып келе жатқан бауыры қазір Қажыбаев Ерасыл деген, кешегі Қазақстан барысына қатысқан. Универсиаданың алтын алған бізде Қырықбай Ғалымжан деген бауырымыз бар. Тұрғаналиев жәнегі Жамбыл деген палуанымыз бар. Оразбаев Әділ деген палуанымыз бар. Қазіргі күнде Қазақстан мемлекетінде үлкен салмақтарда өсіп келе жатқан батыр палуандар көп. Болашақтар алдында олардың. Енді әлем чемпионатына баратын жігіттердің бабы қалай қазір? Әлем чемпионатына баратын жігіттердің, енді бұл жігіттер біздің батыр бауырларымыз. Бұлардың бабы өте жақсы. Осының алдындағы оқу-жаттығу жиынын біз мына өзіміздің
тау бөктерінде тұрған Аиба спорт базасында өткіздік. Былай айтқанда базовый. Қазіргі күнде міне мына жарыс алдында біз осы Олимпиада даярлау орталығында өткізіп жатырмыз. Осы жерден алақ жеткізсе Токио қаласына осы жерден ұшамыз осы дайындықпен. Айдын мырза, енді Алматы мен Токионың уақыт айырмашылығы 3 сағат. Осы орайда сіздер осы жағын ескеріп жатсыздар ма? Дайындықты мысалға Токионың уақытымен жасап жатсыздар ма деген? Жоқ, енді оның бәріміз алдыңа есептеп, біздегі және өзімізбен мықты маман бапкерлер бар. Ол енді міне Елдос Сметовді дайындап жатқан Ғалымжан Жылгелдиев деген ағамыз, кешегі Азия ойындарының чемпионы Хамза Дидардың бапкері Файзиев Марат деген ағамыз, кешегі әлемнің күміс жүлдегері Серікжанов Ерланның бапкері Қайырбаев Айдар, әлемнің 2 дүркін жастар арасынан шығарған, молодежден шығарған жәнегі Қалиұлы Қален деген бүкіл бапкерлер бәріміз отырып, федерация міне Асхатпен хабарласып, оның бәрін санадық. Сондықтан да біз мына жаттығудың уақытын көпке өзгертпедік. 3 сағат алдыда тұрған ол бізге былай айтқанда көп көмегін көрсетеді. Европа болып, егерде Европа жаққа баратын болсақ, әрине ол жақта 3-4 сағат кейін болатын болса, ол бізге қолайлығын көрсетер еді. Токиода бізге ешқандай қолайлығын көрсетпейді, өйткені біз жарысқа тура жақын ұшамыз. Өте тамаша. Енді әр мемлекеттің әлем чемпионатының алдында, жалпы кез келген жарыстың алдында дайындығы ерекше болады. Енді Қазақстан құрамасының дайындығы несімен ерекшеленеді? Мысалға спортшылар қандай тағам ішеді жарыстың алдында немесе оқу жаттығу жиындарында? Енді бұл әлем чемпионатына, былай айтқанда бұл әлем чемпионаты, бұның бәрі үлкен дайындық алдымызда өтетін 2020 жылы Токиода өтетін Олимпиада ойындарына. Бұл дайындықтың бәрі біздің балалардың бәрі көптеген мына дайындықта және өзіңіз айтып кеткен тағамдарының түр-түрін ішіп келатырмыз. Кеше күнде Аманбөктер тауында болдық, ол жерде жәнегі таңғысын саумасын іштік, күні бойы қымызын іштік, жәнегі жылқы етін жедік, сорпасын іштік. Мысалы, сондай жәнегі барып тау арасы, судың арасында және өзінің моншасына түстік. Былай айтқанда сондай біз ерекшеліктеріміз сондай. Балаларды таза ауаға шығарып, кішкене біраз мына әл-қуаттарын күшейтіп, өзіміздің қазақи ұлттық тағамдармен. Сондай жәнегі көптеген іс-әрекеттер өтіп жатыр. Кеше күнде Ақмола облысы Боровой қаласында өткен оқу жаттығу жиыны Тоғай арасында өткіздік. Ол жерде енді былай айтқанда от дегеннің бөліну несі көп қой. Сондай іс-шаралар істеп жатырмыз. Бүгінгі міне осы Алматы Токиоға несі келеді. Ауа райының. Токиода таулы аймақта. Таулы аймақ. Одан кейін қазіргі күнде бізде мына Алматыда күннің мына ысуы Токиомен бірге келеді. Былай айтқанда мына влажность. Ол да бір-біріне ұқсас. Келісіп болады. Өте тамаша. Енді Елдос, әлем чемпионатының алдында дайындық қалай болып жатыр қазір? Өзіңіздің жалпы қарсыластарыңызды білетін шығарсыз қазірден бастап. Кімдердің шығатын, кімдермен кездесетініңіз шамамен? Қазір жоғарғы деңгейде дайындалып жатырмыз. Қаншама бапкерлеріміз бар. Бәрі өзінің бойындағы күш-жігерін салып жатыр бізге. Бізге деген қамқорлығын көрсетіп жатыр. Қандай да бір. Бұл енді біз үшін бірінші дода емес, бірінші жарыс емес. Бұл нәрселердің қаншама күресіп тастадық. Сондықтан да енді ешқандай да бір кедергі болмайды деп ойлаймын. Дайындығымыз ең бастысы, дайындығымызға байланысты. Дайындығымыз енді ең жоғарғы деңгейде дайындық өтіп жатыр деп айта аламын қазіргі таңда. Бабымызбен бағымыз бірге шабады деп ойлаймыз. Өте тамаша. Енді Асхат мырза, жалпы әйелдер дзюдосына кішкене тоқтала кетсек, кез келген халықаралық жарыс болсын, мейлі ол гран-при турнирі, гранд-слэм немесе әлем чемпионаты, әйелдер дзюдосында біз көбіне Отгонцэцэг Галбадраққа үміт артамыз. Ол спортшы расымен өзінің жұмысын тамаша атқарады, жарыстардан жүлдемен оралады. Осы орайда енді біздің елде басқа қыздар бар ма осы үміт артатын болашақта? Біздің елде үміті артатын қыздарымыз бар, жас қыздарымыз бар. Қазір 63 килограммда, 52 килограммда, 70 килограммда әлем чемпионатына қосылуға бара жатқан қыздар. Солар енді болашақта өздеріне сеніп, өздерінің жұмыстарын ақтайды деп сондай сенімдеміз. Қыздардың енді болашағы
бар болғанымен қыздарымыз енді кішкене бөлекше. Басқа Европаның еліне қарасақ нетсек, біздің кейбіреу жақсы келе жатқан қыздар ертерек күйеуге шығып кетеді, сөйтіп кетеді. Сондай да қыздар болды. Енді бірақ қазіргі қарап жатқанда Ерлан Алпысбаев деген өзіміздің ағамыз, сол қыздардың құрама командасын бас бапкері, соларға қарап жатыр, нетіп жатыр, өздерінің анализдерін шығарып жатыр. Келешекте бұйырса өзіміздің жақсы қыздар шығады деп ойлаймыз. Енді қазір жас құрама командада молодежьден айтқанда сол жерде қазір взрослыйға ауысатын қыздар бар. Солардың да болашақтары өте үлкен деп ойлаймыз. Енді қыздарға көбірек көңіл бөліп, қазіргі күнде өзіміздің 6 қыз ба 7 қыз сол әлем чемпионатында күреседі, командный микс жарыста да қыздар көмектеседі, күреседі. Енді бұрынғы молодежный чемпионат мираны алсақ, микс командасында жақсы қыздар күресіп, өздерінің нәтижелерін қосып, сол кезде жастар құрама командасы 3-ші орынға әлем чемпионатында іліккен микс командада. Енді ол қыздар қазір ауысып, нетіп ары қарай күресіп, енді еліміздің намысын солар қорғайды деп ойлаймын. Бұйырса, өте тамаша. Енді жалпы Асхат мырза, дзюдоның отаны Жапонияда сол спорт түрімен 8 миллионнан астам адам айналысады екен. Мысалға, салыстырмалы түрде көршілес Ресейде, 145 миллион халқы бар Ресейде, 300 мыңдай адам дзюдомен кәсіби түрде айналысады. Енді біздің елімізде де дзюдо спорты жақсы жолға қойылды, жақсы дамып келе жатыр. Осы орайда біздің елде осы спортпен айналысатындардың саны қанша? Енді бүгінгі министерствоның санымен 75 мыңға жетіп тұр. Дзюдомен айналысып жатқан спортшыларымыз. Енді дзюдоға осы 2015-2016 Елдостың күресін көріп, көп жас палуандар келіп жатыр дзюдоға. Дзюдоға көңілдерін бөліп, өздеріне сеніп, дзюдода да результат көрсетуге болады деген ойда, сөйтіп әке-шешелері балаларын дзюдоға беріп жатыр, сенім артып. Енді 75 мың маңайында бар сол. Ол көп па, аз ба біз үшін, Қазақстан үшін? Енді Қазақстан үшін ол аз да емес, көп те емес, жақсыдан деп санаймыз. 75 мың айналысып жатқан. Елімізде қай өңірлерде осы дзюдо спорты жақсы жолға қойылған? Енді облыстар? Иә, облыстар бойынша. Облыстар бойынша енді былай Қазақстан чемпионатын алсақ, Алматы бар, Спартакиадан ұтқан неткен, екінші орын алған Шымкент қаласы, енді Жамбыл, Тараз, Қарағанды бұрын жақсы өнер көрсеткен. Енді қазір Шығыс Қазақстан жақсы өсіп жатыр. Енді қазір Ақтаудан жақсы балдар шығып жатыр. Әр облыста жақсы балдардан шығып жатыр енді. 1-2 баладан жастар арасында, енді ерлер арасында кішкене қалып жатқан облыстарымыз бар. Олармен де жұмыс өткізіп жатырмыз. Енді қазір биылғы жылда жастар арасында әлем чемпионаты өтеді сентябрь айында. Сол кезде бұйырса жастарда қай жерде қалай дамып жатқан, содан кейін анализін шығарамыз. Өте тамаша. Енді Айдын мырза, жалпы өзіңіз бір сұхбатыңызда айтып қалған едіңіз, спортшы, яғни дзюдошы әлем чемпионы бола тұра, олимпиаданың алдындағы ірі жарыстарға қатыспаса, ол ұпай алмай, нәтижесінде олимпиада ойындарына бара алмайды дедіңіз. Осы орайда біздің ұлттық құраманың жігіттері осы биылғы маусымда қандай жарыстарға қатысты? Енді бұл дзюдоның алдында да айтып кеттік, бұл басқа спорт түрлерінен де ерекшелігі бар. Өйткені жаңағы айтып кеткендей бізде мына олимпиада ойынына лицензия алу үшін 4 жыл бойы жұмыс істейсіз. Бұл мына қазір Токио олимпиадасы біткеннен кейін ендігі алдындағы 24-те болатын олимпиадаға дейін рейтинг жинау болады. Енді қазіргі күнде көріп отырсыздар, Токио қаласында өтетін әлем чемпионатына 152 мемлекет және 1000-ға жуық спортсмен қатысып жатыр. Оның бәрі қазіргі күнде дзюдо әлемде өте үлкен деңгейге шығып кеткен. Анау су ортасындағы орталық нелер островтың спортшылары бар. Бұрынғы күнде обалармен күресу деген өте оңай болған. Қазіргі күнде обаларында деңгей өсіп кеткен.
спортшы әлем чемпионы бола тұра олимпиада ойынына қатыспай қалу мүмкін дегені қазіргі күнде дзюдо күресінде олимпиада ойынына күресу үшін сіз 18 мықтының ортасына кіруіңіз керек, ал 18 мықтының қазіргі күндегі рейтингтік очколары 3000 және 4000-нан асып кетіп отырады. Ол енді ондай үлкен санға шығып кеткеннен кейін әлем чемпионатында чемпион болып жатсаңыз 2000 очко беріледі, ұпай. Сондықтан да жаңағы сіз 2000 ұпай ала тұра, алдыңызда тұрған 18-ші орында тұрған баланың ұпайы 2500 болатын болса, сіз енді олимпиадаға ешқалай қатыса алмайсыз, өйткені сіздің ұпайыңыз бір очко жетпей қалса да 18-ге, онда сіз олимпиада күресе алмай қаласыз. Дзюдо күресінің сондай бір үлкен деңгейдегі шығарып қойған өзінің осындай бір кішігірім бір мәселе жұмыстары бар енді бұл. Енді Айдын мырза, Елдос Сметовті, мысалға Усман Қырғызбаевты, Бозбаевты, Дидар Хамзаны, Жұмахановты әлемде олардың қарсыластары өте жақсы біледі. Ол балуандарымыздың стилін жақсы біледі. Мысалға 2013 жылы Азамат Мұқанов Риодағы әлем чемпионатында күміс жүлде алды. Былайша айтқанда күтпеген жерден жарқ етіп шыға келді. Сол сияқты мысалға сіздердің қазір құрамада жалпы сары майда сақтап жүрген әлемдегі қарсыластары білмейтін балуандар бар ма? Енді ол былай айтқанда бұл сөзге былай тоқтала кеткен өте дұрыс болады. Жәнегі әлемдік деңгейде, әлем чемпионатында, олимпиада ойындарында жәнегі осындай біздің сақталып, көрінбей жүрген бала бар, орын алды деген ол біріншіден өте дұрыс емес нәрсе. Өйткені ол өзіміздің дайындап атқан мына батыр балаларымыздың, бауырларымызға сенбеушілік деген көрсету. Жоқ, ондай жоқ. Біздің балаларда дзюдо күресінде кім қандай деңгейде күресіп жатқанын бүкіл әлем біледі. Өйткені дзюдо күресінде қазіргі күнде қандай сайтты ашпасаңыз да, сіздің де, менің де, Елдостың да қай жерде қалай күрескені, қай жағына күреседі, қандай состояние екенін бәрін біледі. Өйткені дзюдо ашық, жаңағы Judo Base, IJF деген өздерінің сайттары бар. Сол жерде біздің балаларды бәрі біледі, біз де әлемнің бәрін білеміз. Бірақ оған қарамастан біз өз балаларымызға, бауырларымызға сенеміз де, Алланың қалауымен бұл балалар барады. Қай жарыс болмасын, әлем чемпионаты, олимпиада ойындарында алтынға, күміске, қолаға қол жеткізетініне күмәнсіз сенеміз. Рахмет. Елдос, енді үлкен жарыс кезінде сізге көп қойылатын сұрақтардың бірі шығар. Жарыс кезінде жаттықтырушылар енді шетте тұрып ақыл кеңесін айтып тұрады. Осы орайда енді қаншама мың адамның арасында бапкердің дауысын есту, бапкердің нұсқауын естуге бола ма сондай кезде? Әрине естуге болады. Мен өзім жеке басым естіп тұрам, ақыл кеңестерді тыңдап тұрам. Өйткені адам күрескен кезде қай жағында оның осал жағы болады, оның бір құлап қалатын жағы болады. Оны күресіп жатқанда кейбір кездерде байқалмайды ол нәрсе. Өйткені бір мақсатта күресің жүріп кетуі мүмкін, сол мақсатпен ғана кетіп қалуы мүмкінсің. Сол кездерде ақыл кеңесін айтып, басқа жаққа күрестіретін, басқа әдістерге кіру жерлерін бәрін уақытында айтып отыратын бапкерлер керек. Сондықтан да оларды міндетті түрде естиміз, міндетті түрде тыңдаймыз. Жарыстың алдында енді өзіңізді қалай дайындайсыз? Жарыс болатын күні, жекпе-жекке шығатын күні психологиялық тұрғыда? Енді үлкен дода болғаннан кейін, Қазақстанның атын шығарам деген адамда мақсат болғаннан кейін, еліміз үміт артып, солдай бір үлкен додаға жіберіп атқаннан кейін, сол жауапкершілікті сезінген кезде адам өзін жігерленеді деп ойлаймын. Өйткені қаншама біздің миллион халық бар, соның бәрі үміт артып отыр. Соның бәрін мойынға жүктеп алып, соған жауапкершілікті артқаннан кейін үлкен бір адам ішінде күш-жігері оянады деп ойлаймын. Артында осындай халқым бар, елім бар, жерім бар. Неге мен күреспеске, неге мен осындай жерде атын шығармасқа деген сияқты сондай бір ойлар болады. Солы сөйтіп өзімді оятам деп айта аламын. Сосын өзім отбасым, ата-анам, бала-шағам деген сияқты. Солардың барлығының арқасында, солардың трионың арқасында, бапкерлерінің арқасында өзімді кәдімгідей оятам, кәдімгідей жігерленемін соларды ойлағаннан. Сөйтіп ешқандай да бір кедергі болмайды деп ойлаймын миымда. Бар
тәжірибемді бар жаттыққан жаттығуымның еңбегін сол жерде еркін салып алдым. Сіздерге көп рахмет. Алдағы уақытта тек қана сәттілік тілейміз. Қадірменді көрермен, осылайша біздің эфиріміз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.